құрамындағы дигидрокверцетин туралы жеке тоқталғым келеді. Бұл табиғи антиоксидант, яғни антиқарсы оксидант, окисление ғой, яғни қышқылдануға қарсы ғой, қарсы деген мағына береді. Биофлавоноид, оны көбіне жаңағы сібірлік қарағайдың діңінен алады. Ол кверцетин мен рутиндерге ұқсас, бірақ әлдеқайда басым әсері бар. Клеткаларды бос радикалдардан қорғайды, қан тамырларды нығайтып, қабынуды азайтады. Сосын қан тамырлардағы тромбтың түзілуіне жол бермейді. Іштей қартаюдың процесін баяулатады. Бронхит пен астма кезінде көмектеседі, тыныс алу жолдарының ауруларында, және бұл басқа антиоксиданттардан ондаған есе күшті. Бірақ бір өкініштісі, бұл организмде синтезделмейді, сондықтан бұны сырттан қабылдау керек. Міне осы өнімнің құрамы осындай керемет витаминдерден, керемет антиоксиданттардан тұрады.